Сәлеметсіздер ме? Бүгін менің YouTube асханамда осындай түрлі түсті қимақтар өте әдемі болып тұрады. Сіздер де жасап көріңіздер. Дайындалу жолы да оңай. Осындай керемет болып шығады. Бізде керек заттар: 3 жұмыртқа, 5 ас қасық қант, 50 грамм сұйық май, 500 мл сүт және 200 граммдай ұн керек болады. Алдымен 3 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Үстіне қантымызды салып араластырамыз. 500 мл сүтімізді құямыз. Араластырамыз. 50 грамм сұйық май және 200 граммдай ұн саламыз. Біздің қимақтарымыздың қамырымыз дайын. Табамызды қыздырып, май жағамыз және қимақтарымызды салып пісіріп аламыз. Мен осылай кішкенесін осындай светпен шығардым, өзінің түсіне. Қалғандарына рең бердім. Осылай 3 ыдысқа бөліп алдым. Қалған қимағымды бір ыдысыма 1 ас қасық какао салып араластырдым. Екіншісіне қызыл краситель салдым. Үшіншісінде жасыл краситель салдым. Красительді 1-2 тамшы салсаңыз да жетеді. Осындай болып шығады. Бірінен соң бірін осылай пісіріп алдым. Менің балама осылай неше түрлі түстерде пісірген ұнайды. Сондықтан осылай пісірдім. Сіздер де жасап көріңіздер, балаларыңыз сүйсініп жейтін болады. Осындай неше түрлі түсті әдемі қимақтарымыз дайын болды. Өте дәмді болды. Менің қимақтарым ұнаған болса, каналыма өтіп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.